Кайырлы күн. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті елге қызмет ақпараттық жобасының кезекті шығарылымын бастайды. Жоба мақсаты мемлекеттік қызметтің жай-күйі, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер және олардың алудың тәртібі, мемлекеттік қызмет туралы заңнама талаптарын, мемлекеттік қызметшілердің әдеп нормаларын сақтауы туралы халықты ақпараттандырып, қызмет барысымен таныстыру болып табылады. Бүгінгі эфир қонағы Астана қаласы әділет департаментінің коммерциялық емес ұйымдарды тіркеу және тіркеу қызметі саласындағы бақылау бөлімі басшысының міндетін атқарушы Кенженова Фарида Жантілесқызы. Қош келдіңіз. Сұрақтарға келетін болсақ, коммерциялық немесе кедендік операцияларға қатысы бар құжаттарға апостиль қойылмайды. Ұсынылатын құжаттың коммерциялық екендігін қалай анықтауға болады? Конвенциясына сәйкес басқа бір мемлекеттік аумағында пайдалануға арналған белгілі бір мемлекеттік органдармен берілген құжаттарға апостиль қойылады. Апостиль бұл ресми құжаттарға қойылады және құжатқа қол қойған тұлғаның қолының туралығын және осы құжатқа қойылған мөрдің түпнұсқалығын куәландыратын арнайы мөртаңба болып есептеледі. Қазақстанда апостиль келесі құжаттарға басылмайды. Бұл Қазақстан Республикасының шетелдегі консул мекемелері мен елшіліктердің берген құжаттарына қойылмайды және сонымен қатар коммерциялық немесе кедендік операцияларға қатысы бар құжаттарға қойылмайды. Коммерциялық операциялар дегеніміз бұл кез келген кәсіпкерлік операциялары, бизнес операцияларды білдіреді. Түпнұсқалары ғана емес, олардың нотариалдық куәландырған көшірмелеріне де апостиль қойылмайды. Жақсы. Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеудің негіздері қандай болып табылады? Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 42 бабына сәйкес заңды тұлға келесі жағдайларда қайта тіркеуден өту керек. Бұл жарғылық капиталының мөлшерінің азайған уақытта, атауының өзгерген уақытта және шаруашылық серіктестігінің қатысушыларының құрамы өзгерген уақытта қайта тіркеуден өтуге тиіс. Аталған негіздер бойынша құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер заңды тұлға қайта тіркелмейінше жарамсыз болып танылады. Заңды тұлға. Мүліктің меншік иелері бірлестігін мемлекеттік тіркеу үшін әділет органдарына қандай құжаттар қажет? Мүліктік меншік иелері бірлестігін тіркеу үшін Қазақстан Республикасының әділет министрлігі бекіткен нысан бойынша өтініш беріледі. Сонымен қатар жиналыс хаттамасына қосымша жазбаша сауалнама парақтары қосылады. Сонымен қатар заңды тұлғаны тіркеу үшін мемлекеттік баж салық төленген түбіртек немесе басқа да құжат ұсынылады. Аталған мемлекеттік қызмет Қазақстан Республикасы әділет министрлігінің 2020 жылғы мамырдағы 66 бұйрығымен бекітілген заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларына сәйкес жүргізіледі және осы құжаттар азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы арқылы халыққа қызмет көрсету орталықтарына тапсырылады немесе электрондық түрде ИКОФ арқылы ұсынылады. Жақсы. Мүліктің меншік иелері бірлестігінің жарғысы тіркеуге жатпайды ма? Тұрғын үй қатынастар туралы заңның 50-ші бабына сәйкес мүліктік меншік иелері бірлестігі мемлекеттік тіркелгеннен кейін бастап құрылды деп есептеледі және өзі заңды тұлға құқықтарына ие болады және ол өз қызметін уәкілетті орган белгілеген үлгілік жарнама негізінде жүзеге асырады. Заңды тұлғаның басшысын тағайындау немесе сайлау қалай жүзеге асырылады? Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы заңның 14-2 бабына сәйкес егер заңды тұлғаның басшысы ауысқан уақытта немесе басшысының міндетін уақытша атқару тағайындалған болса, сонымен қатар басшысы лауазымынан шеттетілген жағдайда тіркеу деректері өзгерістер мен толықтырулар электрондық хабарлама негізінде автоматты түрде тіркеледі. Хабарлама электрондық үкімет веб-порталы арқылы тіркеуші органның қатысуынсыз жүзеге асырылады. Жақсы. Фарида Жантілесқызы, мазмұнды сұхбатыңыз үшін рахмет. Елге қызмет ету жолындағы жауапты қызметтеріңізге абырой тілейміз.
Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Егер сұхбатқа қатысты сауалдарыңыз болса, пікірге қалдыруларыңыз немесе департаменттің ресми парақшалары арқылы жазсаңыздар болады. Департамент кері байланыс үшін әрдайым ашық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.